Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді сыр мен картошкадан осындай жұқа нан жасаймыз. Алдын ала қайнатылған картошкамызге 1 шай қасық тұз және де сармайымызды салып, осылай жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Жақсылап езілгеннен соң үстінен 1 жұмыртқамызды және де 1 шай қасық разрыхительді салып, алдын ала туралған укропымызды қосып, тағы да езгілеп алатын боламыз. Жақсылап біркелкі болып араласқан соң үстінен ұнымызды сала отырып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды тындырып, ортасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Сырымызды майда теркадан өткізіп, үстінен укроп пен көк жуанның сабақтарын турап қостым. Барлығын жақсылап араластырып дайындаймыз. Қамырымыз біздің тынып тұрды. Енді 2-ге бөліп күлшелеп алатын боламыз. Енді оқтаумен жаямыз. Ұнды қоса отырып, жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ және әдемі болып шықты. Осылай 4-ке бөліп, біз 3 бұрыш жасайтын боламыз. Bir бұрышына сырымызды осылай толтыра сала отырып, жиектерін жақсылап тұрып жабыстырып аласыздар. Сол уақытта біздің сырларымыз ағып кетпейтін болады. Және де сырды таңдаған уақытта сырдың еритін жақсы түрін таңдаған дұрыс. Сол уақытта ортасы әдемі болып шығатын болады. Мен толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын боламын. Сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Барлығын осылай дайындап алдым. Өте оңай және тез жасалынады. Көп құрамына көп затты да қажет етпейді. Енді тапамызға майымызды құйып, қызғаннан соң үстінен сала отырып, орташа отта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Егер де менің арнама жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалынатын рецептермен бөлісетін боламын. Біздің нандарымыз өте керемет болып пісіп жатыр. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Ортасындағы укроп пен жуасы көп болған сайын дәмі ерекше болады. Және түскі шайға, 5-тегі шайға ұсынсаңыздар, өте ерекше тамақ болып шығады. Барлығын осылай қызартып пісіріп алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бізге қатты ұнады. Және ыстық күйінде ұсынсаңыздар, өте керемет болып желініп кетеді. Барлығын басқа ыдысқа ауыстырып, шайға ұсынатын боламын. Өте оңай және қолжетімді заттардан жасалынады. Ортасы осындай керемет болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.